Сәлем достар, бүгін біз өте дәмді, өте тез дайындалатын түскі ас дайындаймыз. Бізге қажетті нәрселер: фарш 300-350 грамм, 1-2 бас пияз, 80-100-120 грамм күріш, үлкен құтыдағы қаймақ, 2 шай қасық томат пастасы, 1 шай қасық тұз және қара бұрыш, 3-тен 1 шай қасық болса болады. Және бізге жарты килограмм картошка керек, және бұлардың барлығын қуыруға бізге сұйық май керек болады, 10-15-20 грамм шамасында. Сонымен бастаймыз. Ең алдымен картошкамызды 2-2 сантиметрге турап аламыз. Ыдысымызға фаршты саламыз. Фарштан кейін алдын ала жуып дайындап қойған күрішімізді саламыз. Тұз бен қара бұрышымызды саламыз. Және барлығын жақсылап қолмен араластырамыз. Барлығы бір-біріне кіргетіндей етіп жасаймыз. Араластырамыз. Дайын болған фаршымыздан ұсақтап дөңгелектер жасаймыз, яғни шариктер жасаймыз. Және оны ыдысымызға тәрелкеге салып қоямыз. Фарштың аса майлы болмағаны дұрыс, себебі майлы фарштан бұл шариктарымыз кішкене ажырап кетуі мүмкін. Çok güzel. Dikkat, mынан қара. Ана! Я жаным. Қысып тұрған қазанымызға 20 грамм сұйық май құямыз. Және оған ұсақтап төрт бұрыштап туралынған картошкаларымызды қуырамыз. Картошканы қуырғанда міндетті түрде ағаш қасықпен немесе силикон қасықпен араластырамыз. 5-6 минут араластыра тұрып қуырып, оған томат пастасын қосамыз. Картошкамыз қуырылып жатыр. 3-4 минут көлемінде қуырылды. Оған тұз, бұрыш және әмбебап және 2 шай қасық томат пастасын қосамыз. Жақсылап араластырып 1-2 минут қуырамыз. Қуырылған томат пастасын жақсы шығады. Томат пастасы толық араласып 1-2 минутта қуырылғаннан кейін мұнда 2 стакан су құямыз, яғни 150 граммдай, 150 граммнан 300 грамм, 400 граммдай су құямыз. Және мұның бетіне бұған дейін дайындап қойған дөңгелектерімізді саламыз. Бетін жауып 15 минут қайнатамыз. 15 минут қайнады. 15 минут қайнағаннан кейін оған қаймағымызды құйып, тағы да 5-10 минут көлемінде бұқтырамыз. Аса бір араластырудың қажеті жоқ, тек астына қарай кететіндей жағдай жасап, кішкене қозғап қойсаңыз жеткілікті. Бетін жауып, тағы да 5 минуттай бұқтырамыз. Дайын болған тәрелкеге салып, кез келген ас болып немесе бетіне ірімшік салып столға ұсынсақ болады. Тамағымыз дайын. Пешті өшіріп, ыдысымызға салып аламыз. Табақты 2 ыдысқа салып алдым. Негізі 4 адамның тамағы шығады. Бірін ірімшікпен, ұсағы күштен өткізілген, бірін ұсақталған сарымсақпен дайындаймыз. Сонымен біздің өте дәмді әрі өте тез дайын болатын тамағымыз дайын. Түскі асқа өте ыңғайлы тамақ. Астарыңыз дәмді болсын.